Қазақстанның Шығыс Қазақстан табиғаты керемет. Өскемен қаласының Таулы өлкесінде шал мен кемпір болыпты. Олардың балалары, немерелері қалада тұрады екен. Ал әже мен ата таза ауа салқын самал өскен таулар, аспанмен таласқан жасыл шыршасы табиғатқа әсемдік қосқан таудың етегінде қаланың у-шуынан жырақта өмір сүреді екен. Қыстың ызғарлы суығында жап-жасыл болған шыршалар көзін жауын алады. Ей кемпір, қаладағы немереңіз Айманнан хабар бар ма? Келіп қалар, қысқы каникулда аз емес. Ата, әже, аман есенсіздер ме? Мен келдім сіздерге. Қалдарыңыз қалай? Ой, айналайын, қолым келдің бе? Қалың қалай? Ей, айналайын, қолым келдің бе? Я, әже, сізді сағындым. Әже, мен жақында Қазақстан дауысы байқауына қатысқалы жатырмын. Мен ол жерде мына әнді айтамын, тыңдаңызшы. Жақында жаңа жыл болғандықтан әнім де жаңа жыл туралы болмақ. Жақсы айта ғой. Дауыс естіледі де. Ей кемпір, естідің бе? Даладан тарсылдаған дауыс естіледі. Ай, мынау балтаның дауысы ғой. Сол қаланың қызықтары шығар, жаңа жыл қарсаңында шыршаға келген. Ассалаумағалейкум ата, қалыңыз қалай? Ата, біз ғой шырша алуға келген. Жаңа жыл шыршасы жаңа жыл болады ма? Әй балаларым, бұларың не? Осылай жасауға болады ма? Сендер бір күндік қызықтарына бола жасыл жайқалған шыршаның өміріне балта шауып өлдіресіңдер. Ал олар табиғаттың сыйы. Ой, мұнда неше жылдан өсіп тұрған шыршалар бар. Білесіңдер ме? Оның сендерге айтуға тілі жоқ. Табиғатты аялау мына жастар сендердің басты мақсаттарың, міндеттерің емес пе? Ата, кешіріңізші бізді. Біз енді қайталамаймыз. Мен өз қателігімді енді түсіндім. Ата, кешіріңізші бізді. Біз енді қайталамаймыз. Балалар, бастысы сендер өз қателіктеріңді түсінгендеріңде бұдан былай қайталамаймыз деп уәде беріңдер. Уәде береміз ата. Табиғатты аялау біздің басты міндетіміз. Кеште болса өз қателігін түсінген жас балалар қала жолын бетке алып өз үйлеріне жол тартты.